Сенің жағдайыңды өзіңнен басқа ешкім түсінбейді. Адамдар не ойлайды деген сұрақ ең соңғы орында тұру керек. Бәріне бәрібір, өмір сенікі ғой. Өзін өзгеден жоғары қойған адамдарды тағдырдың өзі төменге түсіреді. Бағың жанып тасың өрге жоғарыласа, арзан қол достарың мен дұшпандарың көбейеді. Ешқашан ақталма. Достарың ақталуды талап етпейді. Дұшпандарың бәрібір сенбейді. Уақыттың қадірін өлім түсіндіреді, өмірдің қадірін көрің түсіндіреді. Сезімнің қадірін сенім түсіндіреді, сөзіңнің қадірін білімің түсіндіреді. Бардың қадірін жолың түсіндіреді, бақтың қадірін сорың түсіндіреді. Жақындарыңызға айтқан ауыр сөздеріңіз олардың жүрегіне шегедей қадалатынын біліңіз. Ол шегені кешірім сұрап алып тастасаңыз да орнында ойып қалады. Сондықтан шын жақсы көретін адамдарға көңіліне тиетін ауыр сөздер айтпаңыз. Өмірдің қиындығын көп көрген көп нәрсеге қол жеткізеді. Өмірдің ащысын көп татқан адам тәттінің қадірін біледі. Өмірде көз жасы көп төгілген адам шынайы күле алады. Өмір ең үлкен ұстаз. Егер Құдай басыңа қиыншылық берсе, сенің жеңе алатыныңа сенгені. Біреуді өсектемес бұрын, оның киген аяқ киімін киіп, оның жүрген жолымен жүр. Оның жолындағы шалынған әр тасына шалын. Оның бар ауыртпалығын сезін. Содан кейін ол туралы өсек айт. Егер сізді өсектесе, қашпаңыз. Біліңіз, құрттар тек дәмді жемістерге жабысады. Неліктен жылаған кезде адам жеңілдеп қалады. Себебі көз жастарымен бірге қайғы, өкпе, реніш шығып кетеді. Реніш кетеді, ашу басылады. Бірақ көңілің ешқашан баяғыдай болмайды. Аузыңнан шыққан әрбір сөзге ие бол. Ол сөз біреудің кеудесін тесер оқ болса, енді біреуге жан жарасын емдейтін шипа болады. Адамның санасы қаншалықты төмен болса, ол мұрнын соншалықты аспанға шүйіреді. Ұлың болса, ұрының үстінен күлме. Қызың болса, жезөкшенің үстінен күлме. Кедейге күлме. Сақауға сауал беріп, күліп, жауап күтпе. Кереңді керең деме, жындыға тас атпа, қайтыма болады, күнәға батпа. Жылап жүрген бишараға күлме, алдыңнан келуі ғажап емес. Шын жүректен жақсылық жаса, қайтымын күтпе. Біреудің киіміне қарап, өз бағаңды көтерме. Мүмкін оның жан дүниесі бағалы шығар. Сені жаратқан Алла, оны да жаратқанын есіңнен шығарма. Ешкім ешкімнен артық емес. Біреуден жәбір көрген жанның дұғасын Алла қабыл етеді. Ешкімге тіліңмен де, іс-әрекетіңмен де зияныңды тигізбе. Шындығында да керемет айтылған екен. Құрметті бауырлар, бұл өмірде бір-бірімізді сыйлап, құрмет